Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Біздер кубик рубик жинауды ары қарай жалғастырамыз. Бұл біздің 8-ші дәрісіміз. Енді біз өткен дәрісте ең соңғы тоқталғанымыз бойынша біздер мына ең соңғы бетке біздер мына қосу белгісін жасаған тұғымыз. Енді келесі біздің жасайтынымыз ол осы қосу белгісінің мына жан жақтарын не қылу, сәйкестендіру болып табылады екен. Міне осыны жасасақ, кейін біздер не істейміз, мына бұрыштарын сәйкестендіреміз. Міне осылайша кубик рубик жинау сонымен толық аяқталған болады. Олай болса, мына жандарын сәйкестендіру, яғни мынау нақты қосу белгісінің жандарын сәйкестендіру, қабырғаларын яғни, ал мынау бұрыштарын ол кейінгі сатыда оны жөндейтін боламыз. Олай болса, енді сол мынау жанын, яғни қабырғаның сәйкес келуін біздер жасауымыз үшін мына алдымыздағы алгоритмді орындаймыз. Бұл 4-ші алгоритм. Бұны да сіздер өздеріңізге жазып алсаңыз да дұрыс болады. Жалпы барлық алгоритмдерді өздеріңізге дәптерлеріңізге, қойын дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар, келешекте бұл алгоритмдерді көп жаттап алғанға дейін көп қолданатын боласыздар. Олай болса, бастаймыз. Енді мынау жанын сәйкестендірудің бір жолы, қараңыздар, мынау қарап отырсаңыздар, бір жаны мына қызыл сәйкес келіп тұр, және мынау сарғылт сәйкес келіп тұр. Бірақ мына қара және сары сәйкес келмей тұр. Бұндай жағдайда біздер не істейміз? Осылай мына екі жақта қалады, екі жағында қалады. Осылай ұстаған бойда біз мына алгоритмді орындаймыз. Қараңыздар, оңы түзу, үсті түзу, оңы теріс дегеніміз мына RX, яғни оңы теріс дегеніміз біз. Одан кейін үсті түзу, оңы дұрыс, үсті түзу, тағы да үсті түзу, яғни бұл жерде U 2 рет келіп тұр, үсті түзу дегенді 2 рет орындаймыз. Және ең соңғысы RX, яғни сағат тіліне қарсы, яғни оңы теріс деген сөз. Міне осылайша. Міне осылай жасаған кезімізде біздер мына екі жанынан сәйкес келетіндей жасауымыз керек. Жаңа біз мына екі жағынан ғана сәйкес келді дағы, қатарынан сәйкес келген жоқ еді. Енді біз қазір көреміз, қатарынан сәйкес келетін шығып қалу керек. Міне бәрекелді, қатарынан сәйкес келген шығып тұр. Міне сары және қызыл екеуі қатарынан сәйкес келді. Міне біз осыған қол жеткізсек, барлығын жасауға мүмкіндік оңай туады. Олай болса, міне осылай болған жағдайда қараңыздар, қатарынан сәйкес келіп тұр. Жасыл мен сары, жасыл мен қызыл қатарынан сәйкес келіп тұр. Міне осындай жағдайда біздер мына біреуін өзіміздің оң жағымызға аламыз, ал екіншісін қарама-қарсы жаққа қарай аламыз, өзімізге қарама-қарсы жаққа қарай. Міне осылай ұстаған бойда міне біз не істейміз? Мына алгоритмді тағы да орындаймыз. Осы бір орындаған кезде енді Алла қаласа, барлығы не қылады? Сәйкеседі. Яғни қабырғалардың барлығы сәйкеседі. Оңы түзу, үсті түзу, оңы теріс, үсті түзу, оңы түзу, мына жерге келдік, міне. Енді былай, үсті түзу, тағы да үсті түзу, және оңы теріс. Енді тексеріп көрелік. Біз алгоритмді толық аяқтадық. Міне қараңыздар, сарғылт сәйкес келді, сары сәйкес келіп тұр, қызыл сәйкес келіп тұр, және қара сәйкес келіп тұр. Байқадыңыздар ғой? Міне осылайша сәйкес келгенін көрдік. Міне енді келесі біздің жасайтынымыз енді мынау бұрыштарды сәйкестендіру болады екен. Жақсы, осымен тоқтай тұрайық.